Эмне 141 бетте айтат да, баласы әкесінен мен екі қатысушы бар ғой, біреу баласы, біреу әкесі. Сондықтан баласын X деп алдым, жасын. Әкесінің жасын Y деп аласың. Содан кейін айтады, баласы әкесінен 24 жас кіші дейді. Бірінші сөйлемді ғана алып, бір теңдеу құрып алу керек. Сонда әкесінің жасы үлкен ғой, сонда әкесінің жасынан баласының жасын азайтсақ, сонда 24 қалады. Өйткені баласы әкесінен 24 жасқа кіші деді, онда жастардың айырмасы 24 деген сөз. Бірінші сөйлемнен бір теңдеу кетеді. Енді екінші сөйлемге таяқ. 5 жылдан кейін әкесінің жасы баласының жасынан 4 есе үлкен болады дейді. Осы екінші сөйлемнен бір теңдеу шығады. 5 жылдан кейін десе, онда әкесіне де 5 жас қосылады, баласына да 5 жас қосылады. Соны ескереміз. Ондай болса, әкесінің жасына қосамыз 5 жасты, баласының да жасына 5 жасты қосамыз. Бірінші қосып алайық. Міне 5 жылдан кейін деген бір ауыз сөзден екеуіне де қосылады. Ары қарай әкесінің жасы баласының жасынан 4 есе үлкен дейді. Значит, баласының жасына біз 4-ті көбейтіп берсек, ол әкесінің жасына тең болады деген сөз. Міне 5 жылдан кейін деген сөз үшін екеуіне де 5-ті қосамыз. Сол кезде әкесінің жасы баласының жасынан 4 есе үлкен дейді. Онда баласына 4-ті көбейтіп бергенде әкесінің жасына тең болады деген сөз. Осылай әрбір сөйлем үшін теңдеу құрастыруға болады. Енді сұрақ ары қарай, алғашқыда әкесі неше жаста болған, баласы неше жаста болған дейді. Алғашқысы баласы X, әкесі Y болатын. Басына осылай жазып қойсаң, кейін тапқан кезде ответ жазғанда шатаспайсың. Сонымен осы есепті ары қарай есептейсің. Біз енді тақырып алмастыру тәсілі бойынша шығару ғой, онда алмастыру тәсілімен шығарамыз. Сонымен мына жерде ол үшін бірінші теңдеуден Y тауып алуға болады. Осы бірінші теңдеуде Y-тен 24 қосу X. Міне, осыны алмастырамыз екінші теңдеуде Y-тің орнына апарып қойып, бірден қоя салайық. Бізде Y дегеніміз 24 қосу X. Соны мына жерге әкеп қоям. Сонда 24 қосу X қосу 5. Ол 5 қайдан шықты? Ол мынау тұрған 5. Просто әкеп орнына қойдым. Тең. Бірден жақшаны ашып жүрейін. 4-ті ішке көбейтем екеуіне де. Сонда 4X қосу 20. 4-ке 5-ті көбейтсек 20 болма. Енді міне тек қана X-ке қатысты қарапайым теңдеу болды. Енді X-і барларын сол жаққа, ал сандарды оң жаққа көшіреміз. Сонда мына X өз орнында X болып тұрады, ал мына 4X минус 4X болып келеді. Тең. 20 өз орнында тұра береді. 24-ке 5-ті қосып алайық. 29, ол бұлай минус 29 болып келеді. Міне. Сөйтіп мына жерден минус 3X шығады, ал мына жерден минус 9 шығады. Онда X минус 9-ды минус 3-ке бөлсек 3 шығады. Яғни бұл X деп тұрғанымыз әуелдегі баласының жасы, баласы онда 3 жасты екен. Енді бізге әкесінің жасында сұрады ғой, сондықтан мына жерге апарып қоямыз. Осы жерге сонда осының астына апарып жазайын. Y тең 24 қосу X-іміз бізде 3 болды. Әкеп 3-ті қоямыз. Тең 27. Енді жауап жазған кезде бұл әкесі ғой. Жауап дейсіңдер, баласы 3 жаста, әкесі 27 жаста деп бетіп қоя салайын. Міне, бір есепті талдап болу үшін осынша. Бірақ тым күрделестірмеңдер, өйткені жаңағы есептің берілгендегі әрбір сөйлемнен бір теңдеу шығып отырады. Басында жаңағы айнымалылар дұрыстап өздерін белгілеп алыңдар. Мейлі А, Б деп алсаңдар да болады, X, Y деп алсаңдар да болады, бәрібір. Міне осылай бір есеп кетті.